Ассалаумағалейкум, құрметті достар, серіктестер. Асыл паркте ЖК-ға келіп қалдық, жаңадан салынып жатқан. Ішінің бәрі осылай. Және де мына жер бір қызық, сіздерге түсіріп кетейін. Мына лифттің іші гипке мрамордан жасалған. Өздеріңіз көріп тұрмын, гипке мрамордан жасалған. Және де бір қателігі пластмасс толқын салып жүрген. Бұл жерде өзінің ішкі внутренний бұрышы болады, өзінің ішкі бұрыштары болады. Соны қолдану керек. Жоғарыда сөйтіп қателесіп кеткен оны. Оның өзінің арнайы соединителі бар, заглушкасы бар, ішкі және сыртқы бұрыштары болады осылай. Мынандай пластмасстан салуға болмайды. Сәнін бұзып тұр. Және мына жерді былай кескен, өздеріңіз көріп тұрғандай. Оған да заглушка салу керек былай. Заглушка салатын болса, өте әдемі шығады мына жерде. Салмай кеткен. Мына жердің бәрін өзіңіз ішкі бұрыштарын салу керек. Бұл гипке мрамор. Мына жеріне де просто қойып кеткен. Ортасына соединитель салып, өте әдемі қылып дүние шығаруға болады мына жерден. Өздері просто қалай солай жасап кеткен. Бұл гипке мрамор. Ені 1,22 болады, биіктігі 2,80 болады. Осындай қателіктер жібермеңіздер. Берген кезде, заказ берген кезде жасайтын адамдарға осыны мұқият айту керек. Ана жасайтындар ондайға мән бермейді. Айтпай кетеді, немесе оны уақыт қол ұстайды деп, осындай пластмастың сыртына жабыстыра кетеді. Көрдіңіз, клей сыртына қарап тұр. Просто жабыстыра салады. Өте қате. Соны сіздерге түсіндіріп айтып жатырмын. Маған мен каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Алда өте көп видеолар шығатын болады, бәрін түсіндіріп, бәрін көрсететін боламын.